Ассалаумағалейкум, брат жандар. Мені көптен бері мазалап жүрген сұрақтардың бірі: скутерға 95-ші бензин құюға болады ма, әлде болмайды ма? Плюстары және минустары. Ал олай болса, кеттік. Бірінші плюсы — мопедтің тартысы жақсарады. Екінші плюсы — әрине бензин качественный. Минустарына келетін болсақ, клапандар тез күйіп кетеді екен. Брат жандар, қорытындылай келе 92-ші бензинді на постоянной основе құйып жүрген дұрыс, бірақ та арасында 95-ші бензинді құйып моторды тазалап тұру керек. Былайша айтқанда, енді менің ойымша, мен өзім қалай істеймін: 92-ші бензин бар, одан кейін 95 бар. Екеуінің арасында енді 92 прайм деген бар, гелиуста. Мен соны құям, жалпы золотая середина ретінде көрем. Немесе басқа брат жандардан сұрасам, мысалы бак 5 литр болса 4 литр 92 құямыз дейді, и 1 литр 95 қосамыз дейді. Сол кезде тоже золотая середина, моторға да жақсы, и сізге де жақсы. Назарларыңызға көп рахмет. Тағы да білетіндеріңіз болса